Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Техпастор компаниясы. Бүгін біз өзіміздің ең алғашқылардың бірі болып құйдырған клиентімізден отзыв алуға келіп отырмыз. Бұл үй осы жақын арадан летниктің үстіне пенобетон құйдырған екен. Сол кезде білдік, бұл компания болып ашылған кезде 3-ші немесе 4-ші үй болып па, бұл кісілерге ең алғашқылардың бірі болып пенобетонды құйғанбыз. Енді сол уақыттан бері қазіргі таңға дейін 3 жылдан аса уақыт өтіпті. Енді сол 3 жылда болып жатқан эффектісін, нәтижесін апамыздан бір ауыз сұрасақ. Балдардың ісі өте тамаша. 3 жыл алдын құйып кеткен істері өте жақсы. Ұсталар бар еді, шпаклевка жаққанда күні түні жақтық газды, бірақ айына бір 20 мың төледік. Жазда салқын болып жатыр. Ыстығы жоқ, жақсы демалып жатырмыз. Ішінде ремонт болғанда да жақсы жақтық газде қыстарда. Күні түні жақтық, бірақ сол 20 мың төңірегінде төледік. Ішіне абделік жасаған кезде соны кептіру мақсатында күндіз түні жақтық. Соны шпаклевканы жақсы кепсін деп күні түні жақтық қатты. Енді андай бір кері әсерін беріп отқан жоқ па, төбеден терлеп? Жоқ, терлемейміз. Жазда салқын, қыста ыстық. Бәрі зор. Потолокта конденсат болып жатқан жоқ па деген ма? Жоқ. Онда еш нәрсе жоқ. Басқа тұтынушыларға не дейсіз? Пікіріңіз біз жайлы. Не дейміз? Жақсы істетіңіздер бәріңіз. Жазы салқын болар екен, қысы ыстық болар екен, ыстықты қатты ұстайды екен. Жақсы апа, рахмет көп-көп.